Let's begin our lesson. Сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерді бағалау парағымен таныстырып өтейін. Сабаққа қатысу 1 балл, белсенділік танытқандарыңыз 1 балл, сұрақтарға дұрыс жауап берулеріңіз 1 балл, өз пікірлеріңізді білдіру 1 балл, және де үй тапсырмасының орындалуы 1 баллмен бағаланады. So, and the new theme our lesson is direct and indirect speech. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы төл сөз және төлеу сөз. And the aim of the lesson to teach students to use new lexemes in everyday life, to teach to express their own opinion, to broaden their outlook, to teach to work in them. So let's get started. Now we will look at the video about direct and indirect speech. Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз direct and indirect speech деп аталынады. Яғни қазақша аударар болсақ, төл және төлеу сөздер. Төл және төлеу сөздер дегеніміз не? Төл сөз ол біреудің жаңа ғана немесе бір кездері айтқан сөздерін туп-тура сол күйінше ешқандай өзгеріске ұшыратпастан жеткізу болып табылады. Ал indirect speech, яғни төлеу сөздер дегеніміз, ол біреудің айтқан сөздерін сөзбе-сөз емес, мағынасын сақтай отырып жеткізу. Мысалға, once he said, I will become a doctor. Ол бір кездер айтты, мен дәрігер боламын деп. I will become a doctor деген сөйлем, бұл бізде төл сөз. Аталған төл сөзді төлеу сөзге айналдыратын болсақ, сөйлемде бірқатар өзгерістер орын алады. Once he said that he would become a doctor. Ол бір кездер айтты, дәрігер боламын деп. Екі сөйлемнің арасына that шылауы қойылды. I he-ға өзгерді. Will көмекшетісінің орнына would келді бізде. Және төл сөзде бар тырнақшалар мен үтір алынып тасталды. Осылайша төл сөз бізде төлеу сөзге айналды. Осы тұста біз төл және төлеу сөздерге қатысты бірқатар ережелермен сіздерді таныстырып өтейік. Бірінші ереже first sentence, яғни автордың сөзі берілген сөйлем бізде present simple, present perfect, future simple шақтарында тұратын болса, онда екінші сөйлемдегі етістік төл және төлеу сөздерге қатысты етістік бір ғана шақта беріледі, яғни өзгеріссіз қалады. Мысалға, he says I can swim. Ол айтты, мен жүзе аламын деп. Автордың сөзі берілген сөйлемдегі says етістігі, бұл бізде present simple'да берілген. Сол себепті can етістігі бізде екінші сөйлемде де, яғни төлеу сөзде де сол күйінше can болып жазылады. Екінші мысал, they will say we won. Олар айтады, біз жеңдік деп. Көріп тұрғандарыңыздай will say бізде future simple шағында берілгендіктен won етістігі, яғни past simple шағында берілген етістік қайтадан сол күйінше жазылады. Екінші ереже, егер бірінші сөйлемдегі, яғни автордың сөзі берілген сөйлемде бізде past simple шақ тұратын болса, онда екінші сөйлемде, яғни төл және төлеу сөздер берілетін сөйлемдердегі етістіктер бір шаққа кері жылжиды. Present simple, past simple өзгереді. Бұл жерде тек present ғана қатысты берілген мысалдар. Present continuous, past continuousке, present perfect, past perfectке және present perfect continuous бізде past perfect continuousке өзгереді. Мысалға, my mom said she knew English. Менің мамам айтты, ол ағылшын тілін білген. Төл сөздегі етістік бізде past simple шағында берілген. Енді ол бір қадам артқа жылжиды. Сол кезде бізде төлеу сөз жасалынады. My mom said that she had known English. Knew бізде had known өзгерді. Past simple, past perfect, екі сөйлемнің арасына that шылауы қойылды. Present simple шағына қатысты ерекшелік, егер төл сөздегі сөйлемдер ғылыми фактілер немесе әрдайым қайталанып отыратын физикалық құбылыстар болатын болса, онда төл сөздегі етістік present simple күйінде қайта жазылады.
ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Мысалға, Professor Ismail persuaded the sun rises in the east. Профессор Исмаил күн шығыстан шығады деп сендіруге тырысты. Егер төлеу сөзге айналдыратын болсақ, Professor Ismail persuaded that the sun rises in the east деген сөйлем жасалынады. Көріп тұрғандарыңыздай rises сол күйінде present simple шағында қалды, өйткені күннің шығыстан шығуы бұл қайталанып отыратын физикалық құбылыс немесе ғылыми дәлелденген факты. Past simpleге қатысты ерекшеліктерді қарастырып өтейік. Past simple бізде past perfectке өзгереді, past continuous past perfect continuousке өзгереді. Алайда past perfect күйінде және past perfect continuous шағында сол күйінше өзгермей қалады. Мысалға, the driver said I had been here before I got married. Жүргізуші айтты, мен бұл жерде болғанмын, мен үйленгенге дейін. Көріп тұрғандарыңыздай had been күйінде қалды. Past perfect күйінде қалды. Here істеуі бұл жерде there істеуіне ауысты. Төлеу сөз болғанда себепті. Past simpleге қатысты және бір ерекшелік. Егер бізде екінші сөйлемде, яғни төл сөзі бар сөйлемде уақыт берілетін болса, келесі сөйлемдегідей, Гүлнар replied she was born in 2002. Гүлнар жауап берді, ол 2002 жылы дүниеге келген. Гүлнар replied that she was born in 2002. Жоғарыда айтып өткеніміздей уақыт берілгендігі себепті was born, яғни past simple жағында берілген сөйлем, екінші сөйлемде де, яғни төлеу сөзде де сол күйінше өзгерісі жазылады. Келер шаққа қатысты өзгерістерді түсіндіріп өтсек, бұл жердегі принцип өте жеңіл, оңай. Will жай ғана would-ға өзгереді. Мысалға, future simple, would сөз бар, future simple шағына өзгереді. Мысалға, our principal said you will be working tomorrow. Біздің директорымыз айтты, сендер ертең жұмыс істейсіңдер деп. Төлеу сөзге аударатын болсақ, our principal said that we would be working the following day. Мағынасы тура сондай сөйлем. Дей тұрғанмен will бізде would-ға ауысты. Яғни бір қадам кері шегінді, бірақ be working future continuous шағында қалды. Tomorrow the following day деп аталатын істеуге ауысты. Төлеу сөзге ауыстырған уақытта тек етістіктер ғана емес, сонымен бірге есімдіктер, үстеулер ауысады, өзгереді. Мысалға, this есімдігі that есімдігіне ауысады, these, those-ға өзгереді. Now, қазір деген сөзді білдіретін, қазір деген мағынаны білдіретін сөз then үстеуіне ауысады. Here, there, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the day before, ago, before, next year, the following year, last night, the previous night деген сияқты сөздерге ауысады. And the home task. Write each question in indirect speech beginning as shown. Көрсетілгендей әр сұрақты төл сөзден төлеу сөзге айналдыруымыз керек. For example, A. You can't park here, the police officer told Jack. Сіз мұнда тұрақтай алмайсыз, полиция қызметкері Джекке айтты. Енді осы сөйлемді дұрыс төлеу сөзге айналдыратын болсақ, the police officer told Jack that couldn't park there. Полиция қызметкері Джекке ол жерде тұра алмайтынын айтты, болып төл сөзден төлеу сөзге өзгереді. So, okay, lesson is over. See you the next lesson. Goodbye.